саламатсыздар ма? Менің атым Ұлту. 37-ші жылы туғамын. Семей жөнінде айтатын болсам, 5 ұл, 5 қызым бар. Бәрі өзімен өзі орналасқан, қазір шөберелерім үйленіп жатыр. Алланың ісіне шүкір, 21 шөберем бар, 35 немерем бар. Осы үлкен балаларым Астанада тұрады, оның кейінгі Таразда тұрады. Қыздарым, балаларым бәрі. Ең кіші балам мен ярымның қолындағы, ең кіші осы Байқадамға 56 жылы келдім, келін болып түстім өшірді. Содан бері міне ұлты ұяға, қызды қияға қондырдым. Бәрі жақсы тәрбиелі болып өсті. Қатты қиналғанда осы 2 аяғымнан жүре алмай қалдым. Балалар сүйіп шығарады, сүйіп кіргізеді. Одан кейін көзімнен контракты болдым. Содан балалар апарып мені көзіме операция жасатты, 2 көзіме. Жақсы болдым. Одан 2 аяғымды басамадым, ешқандай ем қонбады, референді іштім. Содан бері денсаулығым да жақсы болды. Иммунитетім көтерілді, иммунитетім төмен болатын. Ламифаренді ішіп, неғаннан кейін кішкене жақсы болды ғой жағдайы, былай әйтеуір иммунитеті жоғарыда, былай дәрі-дәрмекте ішеді. Осы ламифаренді ішкеннен бері кішкене өзі жақсы сезініп, өзі ұйқысы тыныш. Енді осы анамызды енді не керек бәрін алып береміз ғой. Бізді өзімізді өсірді, өндірді бәрімізді. Енді семья жағдайын бәрін айтып кетті ғой. 10 баламыз, 5 бала, 5 қыз. Сол балалардан ең кішісі мен, осы үлкен шаңырақта алғам. Әкеміздің өзі не алып кеткен ғой. Кішісі оғаннан кейін осы қолындамын. Қазір өзімізді айтатын болсам, мен өзімде қызметті қазір отставкаде, пенсиядамын, органда істеген ғой енді. Үйдемін, қазір анамның қасындамын. Кіші балам бар қолымда, үлкен балам Астанада, ол да военный гвардияда жұмыс істейді. 2-ші балам студент, 3-ші балам қасымда, мен өзім әжесінің баласы, енді осы әжесіне қарайды, біз жоқ болсақ. Звондап, қал жағдайын сұрап, әйтеуір денсаулығын сұрайды ғой көбінесе. Енді жағы ламифареннің өзінде неден көріп жатыр ғой, теледидардан көреміз, жағы рекламадан. Қыздар звондап айтады, осындай кейде акция болып жатыр дейді, сол кезде аламыз. Бір банкысын тегін беріп жібереді ғой. Жақсы, әйтеуір, жаман емес. Мен осы телевизордан көрдім ғой, нөмірінің бәрін жазып алдым. Сол балаларға заказ бергіздім, сол сразу әкеп берді, онда мен қалада едім. Мына үйде жаңадан сабатқа. Сол қалады Мәдиярым үйінде болдым, сол Мәдиярым үйінен сол іштім, сол қалай іштім, солай кішкене иммунитетім көтеріліп, кеуім көтеріліп, кішкене бірнәрсе істегім деп, жаршы бейнеде істегім ғой, құрақтар құрайды. Сондайларды бері қарадым ғой кішкене, сода мен үзбей ішетін болдым. О жерде істеп жүрген балаларға, лареферин, қыздарға, балаларға бәріне рахметімді айтамын. Көптен көп рахмет айналам. Сендерге беретін бір батам бар. Аумейін десең берейін бата, қолдасын қыдырата, қыдырым қияласын, періштең ұяласын. Ұл-қызың текті болсын, өрісің көкті болсын, жолдастарың басып жүрсін. Düşmanların karşım жүрсін, бақытты болыңдар, өмірлі бол, өмір бақи көңілді болыңдар. Аумин. Сендерге беретін батам мен. Рахмет, осы жерге келіп, Алашорға келіп, мені осындай телевизорға түсіріп атқандарыңа көптен көп рахмет. Өмір жастарың ұзақ болсын, денлерің сау болсын.